Қайырлы күн, қымбатты пайдаларына каналының көрермендері. Бүгін сіздермен егов сайты арқылы мобильді азаматтар базасындағы телефон номерді қалай өзгертеді, соны үйренеміз. Телефонымыздағы Google поисковигіне кіреміз. Осы жерден егов деп теріп аламыз. Ең бірінші ашылған электронное правительство Республики Казахстан дегенге кіреміз. Осы жерде астыға қарай түскен кезде контакты деген болады. Осы контакты дегенді басамыз. Бізді gov4s.kz деген сайтқа апарады. Бірінші бетте бізде онлайн ассистент жоқ, сол себепті осы бетке ауысамыз. Енді наушниктің суреті тұрған жерде мен сізге қалай көмектесе аламын дегенді басамыз. Қоңырау дегенге ауысамыз. Осы жерден наушниктің суреті тұрған жерге, құлаққаптың суреті тұрған жерге ауысамыз. Бейне қоңырау дегенді басамыз. Разрешить деп басамыз. Осы жерге өзіміздің жеке сәйкестендіру номерімізді, яғни иінді енгіземіз, және де дербес деректерді өңдеуге келісемін деген жерге белгі қойып, қоңырау шалу деген кнопканы басамыз. Келесі бетте, яғни сіз кезекте тұрсыз, жауапты күтіңіз, өтінеміз, сіздің реттік номеріңіз 8, немесе әртүрлі сіз қандай реттік номерде тұрсыз, сол бойынша сіздің кезегіңіз шығады. Өз кезегіңізде оператордан жауап күтесіз, немесе бұл құрылғыда сізде қоңырау шалу мен қиындықтар туындаса, смартфоннан қоңырау шалу үшін QR-кодты сканерлеңіз деп тұр. Басқа телефонмен QR-кодты сканерлеп оператормен тілдесуге болады. Оператор жауап берген кезде бірінші кезекте жеке куәлігіңізді, яғни удостоверение личности көрсетесіз камераға. Сол себепті дайындап отырыңыз. Телефон номеріңіз 1117 аяғы, иә? Иә. Тағы смс қойып. 763. Тіркелді сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, сұрақ жоқ. Жақсы, оператордың жұмысын бағаларсаңыз, күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыз. Сау болыңыз. Оператор өз жұмысын аяқтағаннан кейін қоңырау шалуды аяқтаймыз, және де оператордың жұмысына баға береміз. Ақпарат пайдалы болса мен қуаныштымын. Пайдаларыңызға міндетті түрде жазылып қойыңыздар, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, достар.